Армысыздар, ардақты ағайын, армысыздар, игі жақсылар. Бүгінгі әңгіме, бүгінгі сұхбат шертпе күй өнері туралы болмақшы. Мына қазақтың қасиетті күй өнері бір үлкен бір екі арнаға, екі дарияға бөлінеді. Ол төкпе күй және шертпе күй деген. Әрине, Ақсөлеу ағамыз айтқандай, қазақтың күй өнері үлкен жанр, бірақ дегенмен оның аймақтық ерекшеліктерін, сонымен қатар мына техникалық орындалу ерекшеліктеріне байланысты шартты түрде осындай үлгілерге бөлдік, және бұл анықтауыштарымыз, бұл бөлгеніміз белгілі бір деңгейде өзінің мақсат мүддесіне жетті деген сөзі бар болатын. Ал енді мына шертпе күйдің ішіндегі бүгінгі мына сіздерменен болатын сұхбатта әңгіме арқауы болайын деп отырған мәселе ол мына қосбасар күйлері туралы. Жалпы қазақтың мына шертпе күйлерінде қосбасар, толғау сияқты өзінің бір үлгілері бар. Қоңыр күйлер дейді, қосбасар күйлер дейді қазақта. Бұлардың енді белгілі бір жанрға бөлуге келмейді, себебі қазақтың мына шертпе күйлерінің көбісінің атаулары жалпылама. Солардың ішінде бірақ дегенмен көнелеуі қырық буын қосбасар деп кәдімгі мәтелдете сөйлейтін арқадағы жақсы бір үлгісі осы қосбасар деген сөз. Қосбасар деген сөздің қалай шыққанына тоқталып жатпаймыз, себебі бізде мына күйлердің атауларында бір қасиетті, бір жақсы бір сондай бір атаулар бар. Олардың енді пайда болу кезеңі, ол жағын біз біле қоймаймыз, себебі бұл шынында да бір бізге белгісіздеу бағзы замандардан келе жатқан бір тылсым атаулар бар. Солардың бірі жаңа өздеріңізге айтып отырған қосбасар. Қосбасар күйлерінің бастауы бұл атақты күй тәңірі аталған Тәттімбеттен басталады. Тәттімбеттің күйлері, Тәттімбеттің кезеңі бұл шын мәнінде қазақ күйінің бір өркендеген, өрлеген кезеңі болып саналады. Қазіргі көзқараспенен шолып шығатын болсақ, Тәттімбеттің заманы қазақ даласына отаршылықтың келген заманы еді. Орыс отаршылдығы алғаш кезде қазақ даласына ендеп кіріп, бекіністер салып, қалалар салып жатқан кезең болатын. Сол заманда, сол алмағайып заманда өмір сүрген Тәттімбет күйлері шынында да үлкен трагедияға, үлкен қарсылық, азаттық сияқты үлкен мағыналарға толы. 40 буын қосбасар дейді. Тәттімбеттің қосбасарлары өте көп. Қазіргі бізге жеткені бір 9 түрі бар. Әртүрлі нұсқаларымен әрине. Осы 9 түрінің 6-ауын алып келген Әбікен Хасенов. Әбікен Хасенов қазақтың осы мына жалпы шертпе күй өнерінің мәнерінің үзілмей бізге жетуіне өмірін арнаған үлкен бір ардагер күйшіміз. Енді осы қосбасарлардың тағдыры қалай болды? Әбікен осы Тәттімбеттің күйлерін алғаш жеткізген кезде күйтабаққа жазған екен. Сол күйтабаққа жазғанда күйтабаққа тараулатып жазады екен. Қосбасардың бірінші түрі, қосбасардың екінші түрі, үшінші түрі дегендейін. Соның ең алғашқы түрін осы алғаш ұйымдасқан Ахмет Жұбанов басқарған үлкен ұжым сол кезде Құрманғазы оркестріне алғаш кезде нотаға қосбасардың бірінші тарауы түскен екен. Оны нотаға түсірген қазақтың керемет композиторы, ұлы композиторы Латиф Хамиди атамыз екен. Енді мына қосбасардың мағынасын ұғу туралы тағы да Ақсөлеу Сейдімбеков ағамыздың жазбаларына сүйенеміз, жүгінеміз. Қосбасар күйлердің көбісі ойлы күйлер, көбісі адамға пәндауи жағдайлар болған кезде
сабыр шақыратын, керек десеңіз қажыр қайрат беретін әуендер, көне сарындар деп айтады. Ендеше осы қосбасарлардың ішіндегі осы Әбікен Қасенов жеткізген бір тамаша түрін, қосбасардың 6-шы нұсқасын сіздердің назарларыңызға ұсынамын, қабыл алыңыздар. Міне қосбасар күйлердің жалпы сарыны осылай болып келеді. Тәттімбеттің күйшілік мектебін саралап қарайтын болсақ, үлкен бір кәдімгі күй керуені сияқты. Тәттімбетпен замандас болған ірі күйшілердің бірі Итаяқ. Арқада Қыпшақ Итаяқ, Шұбыртпалы Итаяқ деп айтады. Сонымен бірге Тәттімбетпенен замандас болған ірі күйшілердің бірі Сайдалы Сартоқа. Тәттімбеттің мектебін алға алып жүрген үлкен күйшілердің шоғырының басында атақты күйші Қыздарбек Төребайұлы тұрады. Қыздарбектен кейін оның шәкірттері Сембек, Әбди, Мақаш сияқты күйшілер бар. Ал енді осылардың үлгісін алып қалған, біздің заманға жеткізген күйшілерден Бегім Салды, Әбікен Қасеновты айта аламыз. Ал Әбікен Қасеновтерден кейінгі үлкен күйшілік өнерді насихаттаған ол Қазақстанның халық әртісі Мағауия Хамзин. Соныменен Тәттімбеттің замандасы болған үлкен ірі күйшілердің бірі Итаяқ күйші деп атаймыз. Итаяқ күйші туралы әңгіме көп, аңыз көп. Дегенмен Итаяқтың жалғыз күйін, соңында қалған жалғыз күйін сақтап қалған, таспаға жазып алған, ол өзіміздің жазушы ағамыз Кәмел Жүнісов. Жалпы Кәмел Жүнісов ағамыздың мына арқаның күйлерін зерттеудегі ұшан теңіз еңбегін арнайы атап кеткім келеді. Әсіресе мына Ақсу-Аюлы өңіріндегі Итаяқ, Қыздарбек, Сембек, Әбди, Мақаш, Аққыз күйлерінің бізге жетуіне, сирек нұсқаларының бізге жетуіне осы Кәмел Жүнісов ағамыздың көп еңбегі сіңді. Соныменен келесі сіздерге ұсынайын деп отырған күйімнің аты ол Итаяқтың қосбасары. Кейде Итаяқтың шертпесі деп айтайды. Бұл да көне күй. Сол қабыл алыңыздар. Итаяқтың қосбасары.
деген екен. Ал енді осы итаяқ күйшінің өз қолынан үлгі алған, өнеге алған, күй алған үлкен тұлға ол Қыздарбек Төребайұлы. Қыздарбек Төребайұлының биыл туғанына 170 жыл толайын деп отыр. Енді Алла қаласа үлкен күй жәрмеңкесі болатын шығар деп отырмыз. Қыздарбек шын мәнінде Тәттімбеттің үлгісін жалғастырып қана қоймай, өзінің жанынан тым күйлер шығарып, және мына күйдің әуеніне, сазына өзгеше бір жаңашылдық алып келген ірі тұлға. Мысалы, Қыздарбектің Сылғым қыз деген күйі бұл шертпе күйдің Қосбасардан келе жатқан гөй-гөй емес, бұл кәдімгі желкілдек, жастық шақтың әдемі бір сырын толғайтын тамаша күй болып табылады. Ал енді мысалы, тараулатып келетін Қыздарбектің Қосбасарларын алып қарасақ, біріне бір ұқсамайтын ұзақ сонар үлкен бір әңгімені қозғайды. Қыздарбек күйлерінің шебер орындаушысы біздің ұстазымыз Дәулетбек Сәдуақасов ағамның қолынан көп күйлер алып үйрендім, өнегесін көрдім. Сонда сол кісі Қыздарбектің күйі жалқы тартылмайды деп отыратын. Сөйтсем, жаңағы екі Қосбасары қатар тартылады екен. Яғни мынау тараулы күйлер дейді ғой қазақта. Сол тараулы күйлердің сол сарынымен шыққан күйлер екен. Солардың ішіндегі мына қазақтың күй антологиясына шыққан, мәңгілік сарын сияқты үлкен күй табақтарға шыққан, халыққа кең тараған бір әдемі нұсқасы бар. Соны орындап берейін. Қыздарбектің Қосбасары. Мінекей, Қыздарбектің күйлерінің ішіндегі осындай жаңаша бір сарынменен әндететін тамаша туындылар өте көп. Қазіргі кезде Қыздарбек күйлерінің орындаушылар ретінде біз Дәулетбек Сәдуақасов пенен Орал Исатаевты қатар атаймыз. Орал Исатаев Қарағанды облысы Ақсу Аюлы жерінің қазіргі мына Ақжал кентінің тумасы болды. Ол кісінің де тіршіліктен ерте өтіп кетті ол кісі. Артына мол мұра қалдырған Қыздарбектің, Әбдидің, Сембектің, Аққыздың күйлерінің тамаша тарауларын алып келген сондай
ерекше орындаушы еді. Сол кісінің орындаған күйлерінің ішінде мына біздің көпшіліктің құлағында сарыны қалған тамаша бір туынды бар. Ол күйдің аты «Сылқым қыз». Кезінде осы Орал ағамыздың қолынан осы күйді үйреніп жүріп, осы күйдің оқиғасын сұраймыз. Сол кезде ол кісі айтатын: бұл әсілі бір күйші қызбенен күй тартысқа түскен кезде тартылған күй еді деп сөйтіп қысқаша ғана айтатын тарихын. Енді қалай болғанда да бұл «Сылқым қыз» күйі қазіргі кезде оркестрлерге, әртүрлі фольклорлық ансамбльдерге нотаға түскен, орындалып жүрген, халықтың құлағына сіңімді болып кеткен тамаша күйлердің бірі. Мұнда мына қазақ қызының көркемдігін, қазақ қызының мына даналығын, далалық тұлғасын, еркіндігін, азаттығын суреттеген аса бір тамаша туынды деп бағаланады. Ендеше осы Қыздарбектің «Сылқым қыз» атты күйін сіздерге ұсынамын, қабыл алыңыздар. Бұл күйді жеткізген Орал Исатаев ағамыз. Мінекей қазақтың шертпе күйлерінің ішіндегі осы тақырыптарының өзі байқап отырсақ әртүрлі тақырыптарды алады. Енді арқада мына Тәттімбеттің өзінің туған аймағы Қарқаралының маңайындағы күйшілік өнер, Қарқаралыдан Семейге иек артқан үлкен аймақты алып жатқан бұл күйшілік өнер бар. Сонымен бірге ішінара жаңағы сіздерге мен баяндап отырған мына Ақсу Аюлы өңірі, бұл да бір үлкен күйшілік мектеп, күйшілік үлгі. Сонымен бірге ар жақта жатқан мына Сайдалы Сартоқаның елі дейді, Ықыластың елі дейді, мына Жаңарқа өңірі, ол жерде күйшілік өнерде үлкен бір дария болып саналады. Енді сол арқадан жаз жайлауында арқаға көшкен, қыстауын шудың бойына, Бетпақдалада шудың бойында өткерген қазақтың көшпелі тұрмысында
мына күйшілік өнер мына Қаратау өңіріне қарай ойыса бастаған. Осы күнгі географиялық көзқараспен қарағанда әрине Қаратау өңірі оңтүстік аймаққа жатады. Ал Жаңарқа, мысалы Шет, Ақтоғай өңірі бұл орталық Қазақстанға жатады. Ал ерте кезде қазақтың мына көшпелі тұрмысында бұл жаз жайлауы, қыстауы болып, бұл өңірлердің өзі күйшілік мәнері, үлгісі, дәстүрі бәрі де бірдей болған сияқты. Оның бір дәлелі мына Сүгір күйші. Сүгір күйшінің ұстаздарын алатын болсақ, Сүгір Сайдалы Сартоқаның батасын алған, Ықыластың шәкірті болған адам. Өздеріңізге белгілі, Ықыластың да, Сайдалы Сартоқаның да туған жері мына Қарағанды өңірі, оның ішінде мына Жаңарқа жері. Қазіргі көзқараспенен алатын болсақ, мысалы Сайдалы Сартоқаның Ықыластардың кезіндегі үлкен күйшілік өнерді алып қалған ірі күйшілеріміздің бірі Сүгір Әліұлы. Бұл Сүгір Әліұлы өзінің үлкен сазгерлігімен, дарынның күшіменен өз заманында жаңағы жұлдызы жанған күйші ретінде тарихта қалды. Сүгір туралы зерттеулер әртүрлі. Сүгірдің ерте кездегі күйшілік даңқы кеңес дәуіріне дейін шыққан деген жазбаларды кездестіреміз. Мысалы, Сүгірдің алғашқы кездегі шығарған күйлері Кауфман сияқты, Амангелді Батыр сияқты. Қазіргі мына азаттық, біз қазір осы тарихымыздан білетін Амангелді Имановқа арналған күй деп тартылады, Ергентай Борсабаев ағамыздың жеткізген нұсқасында. Бұл күйлердің бәрі Сүгірдің сол Алмағайы заманда, Ақпатша заманынан бастап сол кеңес төңкерісіне дейін, Қазан төңкерісіне дейінгі кезеңде алатын үлкен бір шығармашылық өзінің кезеңі бар. Одан кейінгі күйлері, тартыс күйлері, жастық шақ күйлері сияқты әртүрлі кезеңдерге бөлінеді. Енді Сүгірдің күйлерін қалай болғанда да бір сұхбатта айтып сипаттап беру өте мүмкін емес. Себебі Сүгірдің ерекшелігі, басты ерекшелігі мынада деп санаймыз. Сүгір мына қазақтың күйінің жаңа өз жоғарыда айтып кеткендей төкпе және шертпе деген екі арнасы бар десек, Сүгір сол екі арнасын қоса алып жүрген үлкен сазгер тұлға. Мысалы, Сүгірдің көптеген күйлері, Жолаушының жолды қоңыр сияқты қоңыр күйлері, кер толғаулары, бұлардың бәрі қарапайым, кәдімгі Тәттімбеттен келе жатқан құлаққа сіңісті болып қалған шертпелі күйлер болатын болса, ыңғай төкпе, наз қоңыр, шалқыма, бес жорға сияқты күйлері, бұлар кәдімгі желдірмелі, төкпелі, екпінді, қуатты күйлер қатарына жатады. Енді Сүгір күйлерінің ішінде сирек орындалатын бір тамаша күй бар. Ол күйдің аты тараулы күй. Өзі үш тарауы бар. Ол күйдің атын жалпылама Қаратау шертпелері деп атайды. Ендеше сол Қаратау шертпелерінің бір тарауын сіздерге ұсынайын деп отырмын. Мына Сүгірдің өзінің немере інісі Ботабағар деген кісіні көрдім жас кезімде. Ботабағар ақсақалдың жасы сол 90-нан аса бастаған кезінде көрдім. Сол 90-нан аса бастаса да қолы домбырадан таймаған, әуенін, ескі әуенді жақсы салатын сондай терең күйші екен. Сол кісінің қолынан кәдімгі күй үйреніп, естігенімді қағып алып әуендерін сөйтіп кезінде күй табаққа да жаздым. Сол кісінің тартатын бір әдемі үлгілерінің бірі осы мына Қаратау шертпесінің бір тарауы. Соны шертіп бірейін, қабыл алыңыздар.
Енді мына сүгірдің күйлерінің ішіндегі өте бір тараулы күйлердің бірі ол мына кер толғау. Енді кер толғаудың күйін сипаттап жазған үлкен ғалымдарымыз әрине мына кер толғаудың тарту үлгісін ол ықыластан келген, қобыздан келген деп айтады. Ал енді ықыластың заманын зерттеушілер ықылас қырғыздарға барғанда қырғыздың қияқшыларыменен күй тартысқа түсіп бәйге алып, сол кезде осы қырғыз бен қазаққа ортақ осы кер толғау деген күйді әкеліп шығарған екен деп сөйтіп айтады. Ал енді қалай болғанда да ол ықыластың шәкірті болғаннан кейін сүгір енді осы ықыласқа еліктей отырып өзінің жанынан осы кер толғаудың тамаша үлгілерін жеткізген. Кер толғаудың алғашқы үлгісін күйтабаққа жазған, хатқа түсірген ол әрине халқымыздың ұлы күйшісі, қобызшы әрі домбырашы Жаппас Қаламбаев. Ал енді мына кер толғаудың әртүрлі тарауы бар деп айттым жаңа сіздерге. Солардың ішіндегі тағы бір әдемі тарауы ол мына Қаратау өңіріндегі атақты күйшілердің бірі, мына Тәкен Әлімқұловтың Телқоңыр деген атақты хикаятына кейіпкер болған, кер толғау деген хикаятына кейіпкер болған Атабек Асылбеков дейтін ағамыз. Атабек Асылбеков ағамыздың көзі тірісінде қолынан күй үйреніп қалған жағдайым бар. Енді Атабек Асылбеков ағамыз шын мәнінде сүгірді көрген, сүгірдің мәнерін алған, шертісін алған, сондай бір сырлы жүректі сондай күйші болып тарихта қалды. Ендеше сол Атабек Асылбеков ағамыздан шертісіндегі кер толғаудың бір нұсқасын сіздерге ұсынайын деп отырмын. Қабыл алыңыздар.
Suгурдың өзінің шәкірттерінің ішіндегі ең көрнектісі ол Төлеген Момбеков. Төлеген Момбеков Сугурдың ауылында екеуі ауылдас болып тұрып, жас кезінде Сугурдың үлгісін көп алған деседі. Төлегеннің өзінің ағасы Жәнібек Төлегеннің бойындағы қабілет дарынның бар екенін сезіп, Сугурге қолқа салып, апарып осы домбыра үйретуге кәдімгідей қолқа салған деген дерек бар жас кезінде. Содан енді Төлеген Момбековтың де өмірі оңай болған жоқ. Ұжымдастыру, колхоз кезеңі, қудалау сияқты әртүрлі жағдай болды. Төлегеннің өзінің әкесі атақты созақ көтерілісіне қатысып, сөйтіп қара тізімгелікті. Төлегеннің өзі соғысқа дейін Ресейдегі үлкен ауыр жұмыстардың бірі мына шахтада жұмыс істеп, содан ары қарай Ұлы Отан соғысына аттанады. Сол Отан соғысынан жарақаттанып келіп, өзінің туған еліне келіп, сосын онда да тағдырдың тауқыметін тартып, ағайын туыстарынан айырылып, сондай бір қиын замандарды басынан өткереді. Төлегеннің творчествосындағы күйлердің көбісінің мына қайғылы, мұңды, азалы болып келетіні сондықтан. Енді Төлеген Момбековтың күйлері, орындаған күйлерін өздеріңіз жақсы білесіздер. Бұлардың ішіндегі ең халыққа құлағына сіңімді болып кеткен күйлері өте көп. Олардың ішінде халыққа белгілі мына Салтанат күйі сияқты күйлер өте көп. Сол Төлеген Момбеков деген бұл кісі өзі мінезі қызық адам болған. Әр күйінің осы шыққан тарихтарына үңіліп отырса, кейде мына ұлы адамдардың өзі мінезі қызық болады. Сондай осы бір жасы 50-ге келген кезде бұл кісі біраз күй шығардым, енді маған осы шығарған күйлерім жетеді. Осы маған қанағат, бұдан кейін енді мен күй шығармайтын шығарым деп, қанағат деген күйді шығарды. Содан кейін ары қарай қанағаттан кейін тағы да біраз күйлер шығып кеткеннен кейін еріксіз. Содан кейін бұл кісі 60-тың мұғдарына келген кезде, 60 деген үлкен асу ғой, асудан астым. Енді бұдан кейін күй тартпайтын шығармын дегендей ойға келді дейді. Бірақ әрине ол адамдардың өмірі әртүрлі, ол асудан кейін де бұл кісінің талай тамаша күйлері шықты. Төкеңнің аса бір шабыттанып тартатын күйлерінің бірі асу дейтін күй. Бұл асу дейтін күй жаңа өзінің өмірін бейнелейтін сондай бір тамаша туынды. Соны қабыл алыңыздар.
Енді әрине мына қазақтың үлкен күйлерінің бірі, терең тұңғиық күйлерінің бірі осы Төлеген Момбековтың күйі. Біздің заманымыздағы үлкен күйлердің бірі осы. Сарыны әлі үзілмей келе жатқан. Сонау Тәттімбеттен, Сүгірден, Сайдал Сартоқадан, Итаяқтан, Қыздарбектерден келе жатқан үлкен күйшілік мектептің арнасы осылай. Ал енді құрметті тыңдарман қауым, Алла елімізге берекет берсін. Талай індетті бастан өткерген, талай нәубеттен, зұлматтан аман қалған ұлтымыздың қолы берекеге жетсін, жақсылыққа жетсін. Халқымыздың басы аман болсын, бауырымыз бүтін болсын. Енді осы бір тамаша онлайн сұхбатымыздың соңында сіздерге амандықпенен жолығайық деп Сүгірдің шалқыма күйін ұсынайын деп отырмын. Қабыл алыңыздар. Ал құрметті тыңдарман қауым, құрметті ағайын, осымен онлайн лекция концертіміздің соңы осы жерменен аяқтайық деп отырмыз. Жақсы күндерде жолыққанша сау болыңыздар.